Анашым әні домбырада оңай тартуға арналған. Мысалы, қалай тарту керек қазір айтатын болам. 7 болса 7-ші пернені басасыздар. 5 болса 5-ші перне. 3 болса 3-ші перне. Сонда шет жүрсем деген сөз шығады. Барлығын қосқанда. Әрі қарайда дәл солай сандарды басып отырасыздар. 2, 3, 2, 0. 0 болса ешқандай пернені баспайсыздар. Сағынарым. Барлығын қосқанда шет жүрсем сағынарым деген сөз шығады. 2 сөз, 3 сөз. Бар болғаны тек сандарды басып отырасыздар. Домбыраның пернесini санап. 0 болса ешқандай пернені баспайсыздар. Әрі қарай жабықсам шағынарым. 18 әртүрлі сандар. Мысалы, әрі қарай 5, 7, 8 сөзімен бірге дайын міне. Астындағы буынын қосып айтамыз. Мысалы, 5-ші пернен басқанда А деп айтамыз. 7-ші пернен басқанда На деп айтамыз. Барлығы дайын. 8, 7, 8, 12. Кім алғысы келеді, осы сызбаны комментарийге жазыңыздар. Тиімді бағада беріледі. Басқа да әндер бар, осы тәсілмен жазылған. Қазір келесі бетін ашып жіберейін. Сәл күте тұрыңыздар. Мысалы, күйлер де бар. Мысалы, нотасыз келіншек күйін үйреніп кетуге болады оңай тәсілмен. Міне, бұда да тек сандарды басып отырасыздар. Барлығы дайын міне. Мысалы, қосып қойдым араларын, қосып тартатын жерлерді міне. Доға сызықпен. 5 пен 4, 5 пен 4, 0, 2. Бұда сөз жоқ, өйткені бұл күй. 5 пен 5 деген сияқты. Тек қана сандарды санап табасыздар. Үйренуге өте оңай. Кім үйренгісі келеді, комментарийге жазыңыздар. Міне басқа да әндер бар. Домбыраны 0-ден бастайым десеңіздер, Еркемай әні бар. Бір күнде үйреніп кетуге болады домбыраны. Осы Еркемай әнімен қалай тарту керек, міне түсіндірмесімен жанында. Барлығы дайын. Ал достар,